Salamatçıdan okuşlar. Oturamazlar. Көңіл-күйіңіз қалай бүгін? Жақсы. Өте керемет. Бүгінгі сабағымызға сәттілік тілейміз. Біздер енді бүгін үйге берілген тапсырма. Үйге қандай тапсырма беріледі балалар? Кім айтады? Айтамын. Ғылым мемлекетін қайталау. Ғылым мемлекетін қайталау. Балалар, ендеше біздер өткен тақырыбымызды еске түсіріп, ғылым мемлекетін еске түсіріп жіберейік. Археологиялық қазбалар нәтижесінде ғұн обаларынан қандай нәрселер табылды? Кім айтады? Мұрадым. Ғұн обаларынан білген жануарлардың сүйектері, оның көбісі жылқылардан, сол арқылы бізде олардан жылқыларды асырған, өсірген білеміз. Өте керемет. Жарайсың. Келесі. Ғұн мемлекетін негізін салушы. Нұрбек. Мөде Шанил. Өте керемет. Жарайсың. Өте жақсы. Келесі. Ғұн мемлекетінің аумағын анықтаңыз. Жансұлтан. Солтүстік Қытай, оңтүстік Қазақстан, және де Байкалға шейін мемлекет болған. Өте керемет. Кім картадан көрсетеді? Картадан кім көрсетеді? Томирис. Картадан көрсете қоямыз. Олар Алып жатқан аумағын көрсетеміз. ғұндардың алып жатқан аумағы Шығыс Қазақстан облысы. Шығыс Қазақстан облысы ғұндар Орал тобыл және басқа да балқыштыларды Аха. Жақсы. Өте керемет. Енді балалар, біздер ғұн мемлекетін жалпы бітірдік. Енді біздерде бүгінгі жаңа сабақ бастаймыз. Жаңа сабағымыздың жалпы тақырыбы сарматтар қоғамының құрылымы және шаруашылық өмірі. Жалпы біздің бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты әлеуметтік топтардың ерекшеліктерін түсіндіру және Қазақстанның батыс аймағында орналасқан Сармат дәуірінің орналасқан археологиялық ескерткіштермен таныстыру және Сармат қоғамының ерекшелігін сипаттау. Дәптеріңізге жазамыз, күні жатсы 26 сәуір. Тақырып жазамыз. Балалар, бүгінгі сабағымызды ең бірінші білу үшін сіздерге мына бейнебаянды ұсынамын. Бейнебаянды анықтап қараймыз. Сарматтар қай жерде мекендеген, қандай нәрселермен, қандай шаруашылықпен айналысқандығын және қоғамдық құрылысы қандай болғандығын келесі бейнебаяннан көреміз. Мұқият тыңдап отырамыз. Сарматтар біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші ғасыр мен біздің заманымыздан бұрынғы 5-ші ғасыр аралығында өмір сүрген. Ерте темір дәуірінде қазіргі батыс Қазақстан аумағын Сармат тайпалары мекендеген. Олардың аумағы кеңейіп, шығысында Тобыл өзенінің бойымен Арал теңізіне, батысында Қара теңіздің солтүстік жағалауынан Дон өзеніне дейінгі аумақты қоныстанды. Сарматтар негізінен дала тұрғындары болды. Олар көшпелі және жартылай көшпелі өмір салтын ұстанды. Олар жылқы, мүйізді ірі қара, қой, түйе өсірген. Құстарды аулап, аңшылықты да кәсіп етті. Сарматтардың ыдыстары қыш пен металдан жасалды. Қыш құмыраларының түбі терең және кең болды. Тамақ дайындауға арналған қазандары темір мен қоладан құйылды. Торсық, саба, мес секілді ыдыстарды бұлғарыдан жасады. Сармат қоғамында әлеуметтік үйлесім болып, әскери демократия болған. Тайпадағы барлық мәселелерді ру, тайпа мүшелерінің қатысуымен ақсақалдар мен көсемдер шешті. Кейін әскери демократия өркендеген кезде ру ішіндегі маңызды мәселелер көсемдер мен ақсақалдардың арасында өзара шешіле бастады. Сармат әйелдері тайпаның әскери қоғамдастығында болып, ерлермен қатар жорыққа аттанды. Болған әйелдердің зираттарынан жауынгерлік қарулар
айару. Сарматтар біздің заманымыздан бұрынғы 5-ші және біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші ғасырлар аралығында өмір сүрген және батыс Қазақстанды мекендеген. Шығысында Тобыл өзені мен Арал теңізінің бойымен, ал батысында Қара теңіздің солтүстік жағалаулары мен Дон өзеніне дейінгі аумақты мекендеген. Өте керемет. Келесі тағы да кім айтады? Олар көшпелі және жартылай көшпелі мал шаруашылығымен айналысты және олар жылқы, түйе, қой, ірі қара өсірді. Аха, жақсы. Азат, өте керемет. Азат айтады. Не түсіндің? Олардың ыдыстары қылыш және металдан жасалған, олар қыштардың ыдыстарының терең болған, қазандары олар металдан жасалған және де олар жылқы, қарақат малдарды көп өсірген. Аха, жақсы, өте керемет, жарайсың. Балалар тағы алып қосатымыз бар ма? Кім тағы алып қосат? Мұрадым? Сарматтардың қоғамы 3 түрге бөлінді: әскери демократия, ақсақал және де кәсібилердің шешімі және де халықтың шешімі болып 3-ке бөлінді. Өте керемет, жарайсың, өте жақсы. Тағы алып қосаларыңдар ма, Камилис? Және сарматтар қоғамында әйелдердің рөлдері ер адамдармен неде болды дейді? Тең бірдей болды дейді. Өте керемет, жарайсың. Сонымен балалар, сарматтар жалпы қоғамы туралы түсінік, жалпы қай жерлерде мекендеген екен? Батыс Қазақстан жерінің біздің заманымыздан бұрынғы 8-ші және біздің заманымыздан бұрынғы 5-ші ғасыр аралығында Қазақстанның батыс өңірлерін мекендеген екен. Балалар, енді келесі тапсырма, мен сіздерге тапсырма беретін боламын. QR код әдісі арқылы мен сіздерге жаңағы әртүрлі QR беремін. Сол QR-дың астында қандай нәрселер, қандай осы сармат дәуіріне тиесілі қандай оба бар екендігін зерттеп білетін боламыз. Қараймыз QR арқылы. QR арқылы қараймыз балалар, тапсырма. Бұл сіздерде топтық тапсырма. Балалар қараймыз, топтық тапсырма орындаймыз. Тездетеміз, топтық тапсырмаға біздерде 3 минут уақыт беріледі. Тездете қояйық. Берілген тапсырма Аралтөбе қорымынан 2 арғын көсем және 2 арғымақ және қыран қос табылған. Burada tағы да көптеген әшекей бұйымдар мен қылыш, қыш құмыралар табылған. Аралтөбеде сарматтардың көсемі және де оның әйелі ерекше жерленген. Және олардың киімдері, қару-жарағы алдымен зерленген. Зорналы Сармашев Сарайшық қаласынан қазбаларды жүргізілген. 1989 жылы Батыс Қазақстан археологиялық экспедициясы жетекшісі Самашев ашқан зерттеген кезде 2-3 зират қазылған. Жарайсыздар, өте жақсы. Балалар, өте керемет, ұқта ойыңыздар. Берілген тақырып синтаз құрымы. Бұл постердің ортасында синтаз құрымының суреті бейнеленген, ал оның жан-жағында синтаз құрымынан табылған қыш ыдыстар, пышақтар және де сүйек, қасықтар бейнеленген. Синтаз сұлбасында 3 сарбасы жерленген. Олардың екеуі өз қолбасшысын қорғау үшін қатардағы қоршап тұрған жауынгерлерге ұқсайды. Өлкеге осы ошақтан тағы да әртүрлі археологиялық заттар табылды. Олар қару-жарақтар, ат әбзелдері және де тұрмыс заттары. Олар темір ауыздық
пышақтар, қоладан жасалған ұшқырлар және де қыш құмыралар. Сынтас және де сынтас тобында қасқырлардың аузын қисатып тұрған қасқырлардың сүйектері, мүсіндері және жыртқыш аңдардың сүйектері табылған. Жақсы. Түсіндік па балалар? Қандай нәрселер табылған екен? Әртүрлі сүйектер, не болмаса жаңағы қыш ыдыстар табылған екен. Керемет. Қол шапалақтауға қойылды. Өте жақсы. Орта қойыңдар. Келесі бізде үшінші топ. Келе қойыңдар орта. Бізге берілген тапсырма бесобақ қорымы. Бесобақ қорымында әшекейлер және қыш ыдыстар және түрлі білезіктер сыпыралар берілген. Бесобақ қорымынан біз деген әйелдердің сүйектерін таптық. Олардың әйел екен қайдан білсек десеңіз, олардың қасында олардың әшекей бұйымдары табылды. Ол жерден қола айна, алтын сырға және үш аяқты құрбандық тақтасы табылды. Әр қабырғада бірден төртке дейінгі аралығында адамдар жерленген. Қорым 12 обадан тұрады. Ол қорымдардан қыш құмыралар табылған. Жақсы. Бұл бесобаның ерекшелігі қандай дейді? Бұдан әйел адамдарды сүйектері көптеп табылған. Өйткені жаңағы басында айттық бізде сарматтардың қоғамында әйел адамдардың орны не болды деді? Ер адамдармен тең және де бірдей болған екен. Сондықтан әйел адамдар жауынгерлер құсап, ер адамдар құсап, жауға ер адамдармен бірге не істеді дейді? Соғысқан екен. Өте керемет. Қол шапалақтауға. Бізде де келесі тапсырма балалар, жұптық жұмыс. Жұптық жұмыс дегеніміз, екі бала бір-бірімен жұптық жұмыс жасайды. Қасында отырған немен, сыныптасымен бірге жұптық жұмыс жасаймыз. Енді бүгінгі жұптық жұмыстың жалпы зерттеу сұрағы сармат қоғамы несімен ерекшеленді? Ал 2 минут уақыт беремін, қасыңыздағы жұппен жұптасып, қандай ерекшеліктері бар екендігін айтамыз. Жұптық жұмыс жасаймыз. Жақсы балалар, уақыт аяқталды. Біздерде жұптық жұмысты сармат қоғамы несімен ерекшеленді? Бірінші топ, жұптық. Келе ғой екеуің. Айта қойыңдар екеуің шығып. Ерекшеленді сарматтар қоғамы. Сармат қоғамында рулық құрылым ерекше орын алды. Билік әкеден балаға берілді. Дұрыс айтады, билік әкеден балаға берілді. Жақсы, өте керемет. Сармат қоғамында әйелдердің мәртебесі жоғары болды. Әйелдердің мәртебесі жоғары болды. Олар ерлермен құқылы тең болды. Құқығы тең болды дейді. Жақсы. Келе қойыңдар. Жұптың келе қой. Сармат қоғамының ерекшеліктері ең біріншісі қоғамда рулық пен тайпалық құрылым орын алды. Сармат қоғамында әйелдердің мәртебесі биік болды. Олар ер адамдармен бірге жорықтарға қатысты. Жақсы, өте керемет. Келесі, үшінші топтан, екінші топтан айтатындар бар ма тағы? Үшінші топ тәжайым айтауым. Патша елді басқаруда әскери қолбасшыға сүйенді. Қоғамда рулық тайпалық құрылым ерекше орын алды. Жақсы, өте керемет. Жақсы отыра қойыңдар. Келесі. Келе екеу. Мұрадым, Тамирис. Әйелдердің ерлермен құқықтары бірдей болды. Ona біз деген бесобадан табылған әшекей бұйымдардан береміз. Және бесоба қорымында табылған қыш ыдыстар және әшекей бұйымдар болды. Және одан құрбандық тақтасы табылған болады. Құрбандық тақтасы табылған болады. Өте керемет. Отыра. Енді балалар, бұл жаңағы тапсырма бойынша ең үздік жауап. Бірінші топта ең үздік жауап сендерге, екеуіңізге. Өте керемет. Сіздерде ең үздік жауап Аяру және Жансұлтан. Сіздерге Камилиш және Мұрадымға.
балалар. Енді балалар бүгінгі сабағымызды оқу мақсатына жетті ма? Әлеуметтік топтардағы ерекшеліктерді біздер түсіндік па? Қандай әлеуметтік форматтардың әлеуметтік топтарда қандай ерекшелік болды жаңа айттыңыздар? Әйел адамдар мен ер адамдардың құқығы бірдей болды. Солай ма? Содан кейін қандай тағы ерекшеліктер болды? Айта ғой. Олар мал шаруашылығы мен егіншілік және де аңдарды жыртқыш құстарды аңдарды үйретті. Өте дұрыс айтасың. Және де қандай ерекшелігі болды? 3 не табылды? Қорым табылды. Қандай қорым табылды? 3 қорым. Кім айтады? Айару? Бесоба, Сынтас және Аралтөбе қорымдары. Дұрыс айтасыңдар. Бесоба, Сынтас және Аралтөбе. Бұлардың барлығы табылған жерлер жаңағы Батыс Қазақстанда Сарматтардың мекендеген жерлер екен. Енді балалар, бүгінгі сабағымыз өз мақсатына жетті ма? Қазақстанның батыс аймағында Сарматтар дәуірін білдік па біздер? Қай жерлерде Батыс Қазақстанда өмір сүргенін білдік. Және де олардың археологиялық ескерткіштерін түсіндік па? 3 археологиялық ескерткіштерін таптық, солай ма? Оның барлығына жеке-жеке тоқталдық. Және де қоғамдағы Сармат қоғамдағы ерекшеліктерін не істедік? Анықтадық. Міне балалар, өте керемет. Енді бүгін сіздерге үйге берілетін тапсырма Сарматтар туралы деректер жинау. Үйден дәптерлерге күнделігінде жазып аламыз. Сарматтар туралы деректер жинау. Енді балалар, бүгін сабаққа өте керемет қатысқан, бірінші топтан өте керемет қатысқан Аралтөбе тобынан керемет сабаққа қатысқан Нұрбекке 10 балл қоямыз. Асылзатқа 10 балл қоямыз. Ильясқа 9 балл қоямыз. Назгүлге 10 балл қоямыз. Және де екінші топтан Жансұлтанға 10 балл қоямыз. Аялуға өте керемет дайындалып келген 10 балл қоямыз. Нұрисламға 9 балл қоямыз. Фатимаға 9 балл қоямыз. Өте керемет. Енді Бесоба қорымынан сабаққа өте керемет дайындалып келген Мұрадымға 10 балл қоямыз. Тамириске 10 балл қоямыз. Айшаға 10 балл қоямыз. Әбілхайырға 10 балл қоямыз. Айдарға 9 балл қоямыз. Кімге? Тәжайымға 9 балл. Айсұлуға 9 балл қоямыз. Балалар. Міне, бүгінгі сабаққа өте жақсы дәрежеде дайындалып келгендеріңіз үшін үлкен рахмет, керемет. Енді сіздерге қазір ссылка жіберемін. Падлет тақтасы арқылы бүгінгі сабақты кері байланыс жасай қоямыз. Құрылғымызды шығарамыз, телефондарымызды. Айару, маған бүгінгі сабақ өте түсінікті болды. Мен Сарматтар туралы бәрін білдім дейді. Мен бүгін Сарматтар туралы білдім дейді. Сабақ өте жақсы өтті, маған сабақ ұнады дейді. Өте керемет. Балалар, енді бүгін үйге берілген тапсырманы білесіздер, Сарматтар туралы деректер жинап келу. Сабағымыз аяқталды. Бүгінгі сабаққа қатысқандарыңызға үлкен рахмет. Сау болыңыздар балалар, сабақ аяқталды.